Balamızın da yerimizin bilimde azamatı olsun. Abayın жасын берсін. Жамбылдың жасын берсін, абайдың басын берсін. Амин. Үлкен азамат болсын, папасы мен мамасының білімді. Ауырмасын, сұлтанасын, жылдар ақына Қайсысын аласың? Қара. Ән кітап алдың, айтты оны? Иә, ән кітап алдың. Мен далада жүрмін. Кешкі серуен. Бізде Астанада күн салқындау. Бірақ ауа өте керемет. Достар, мен бүгін кешкі асқа еттен пияз қорып аттым, одан кейін бұған как бы подлив жасаймын ғой. Сәбіз, перец қосамын, егер бізге балаларға компот алманы жақсылап көбірек жуып жасағанмын. Мына жерде бізде советский мантоваркада асқабақ астында брокколи қайнап отыр. Где-то сол піскенше 15 минуттай қайнатам. Пісіп тұр. Қазір уже аламын. Одан кейін гречканы суға салып қойдым. Соны қазір қайнатам. Картошка тоже пюре жасаймын, короче, подливпен кешкі асқа. Ал мен ескі мантоварканы істей салдым. Одан кейін мынандай салат жасай салдым. В общем, кешкі асқа. Сол, достар. Мына жақта бізде терезенің сыртын жуамайды енді. Астана. Кеш болайын деп жатыр, сағат где-то 5-тен кетті. Вот, достар, бізде күн суық. Далаға бағана жарты сағатқа шығып келдік та тез кіріп кеттік, себебі өте суық болып балалар жаурағандықтан кіруімізге тура келді.
мен енді қазір Темірхан деген кіші балама алмамен асқабақты езіп беретін боламын. Бұл бізде типа полдник сияқты ұйықтап тұрды. Содан кейін осы массаны беремін, пюрешка сияқты болады. Арасына кішкене су қосып та жіберемін. Енді әр күні әрқалай бізде, бірақ көбінесе фрукты беруге тырысамын күнде. Фрукты болғанда бұлар көбінесе алма мен банан жақсы көреді. Ягодаларды мейірім жақсы көреді. Ана екі жігіт жақсы көрмейді. Бірдеңкені арасына тығып пюре қылып бермесең жемейді. Овощи тоже мейірім жейді. Мысалы, помидор огурцы деген сияқты, а балалар жемейді. Тығып бұғып беру керек, короче. Сіздерде қандай? Сіздердің балдарыңызда осындай ма? Тамақ таңдап жей ма? Или тек мен балдарым ғана сондай ма? Білмеймін енді. Барынша енді пайдалы тамақ беруге тырысамын, бірақ кейде получается, кейде әрине не получается, там пицца, нелер жеп қоямыз, фри дегендерді. Сол, достар. Жан, кеш қызым. Mana benim kızım osылай ağzına естіп қойды. Енді тоқашқа береміз. Бітті ме, Таша? Бізде Ниппон брокколи жақсы көреді. Брокколи жейтін, плюс бір бала. Достар, бізде Миппон пластилиннен Маша жасайын деп жатыр. Еще өзінің мынандай туындысы бар. Мынандай күшті нелерден осындай көйлек жасаған. Сосын краскамен күшті бояды, Миппон. Қазір енді Машаны көрсетеміз. Істеп жатыр қазір. Мына жақта Димаш деген жігіт краскамен амням бояп жатыр. Күшті қылып, қарашы. Күшті оранж қылып жатыр. Оранж. Молодец. Еще мына жерде мынандай ақ қала жасап қойды. Димаш? Супергерой болып жатсың ба? Мына кезде біз кешке далаға шықтық. Жаңбыр жауған, суық бізде Астанада. Балалар аяқтарымен суды басып, ойнап әйтеуір үйге кірдік. Сол. Рахмет, достар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге мың алғыс. Каналға тіркеліп, комментарий жазып, лайк басыңыздар. Келесі видеода кездескенше. Сау болыңыздар.